Assalomu alaykum. Deymizдағы, assalomu alaykum deymizдағы, endi uajimizді айтамыз. Сайлау болмастан бұрын, сол сайлаудың ең соңында, сайлауда оқылады, соның ең соңында мына бір халықтың арасында жүрген мына мәселені депутат мырзалар тілге тиек ете кетсеңіздер. Қазақстанда екі тіл, үш тіл деп атыр ғой, ол өтірік ол. Ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі деп атыр ғой. Солар жүріп атыр ғой енді. Соның арасында білінбейтін бір жаман тілі бар. Ол тіл мынандай тіл, мәңгүрт тілі. Ол тіл мынандай қара, мәңгүрт тілі. Ол ана есек күйлеген кезде, атты жіберсек, ат не қылады екен, ат қашырады, соның ортасынан ғашыр деген бәле пайда болады екен, мақұлық. Егер ат күйлеп тұрған кезде, оның айғыры болмаса, ана жерде тұрған айғыр жаман есек бар ма, сол келіп асылса, оның да ортасынан пайда болатын мақұлық, ол ғашыр тілі дейді екен. Ғашыр дейді екен. Сол сияқты орыс пенен қазақтың ортасынан пайда болған мына ғашыр тілін депутат мырзалар, министр мырзалар, әкім мырзалар, сол сендердің тілдеріңіз ғой, сол ғашыр тілі. Сол ғашыр тілін алып тастасаңыздар, мінеки, референдумға сол ғашыр тілін алып тастаймыз деп айтсаңдар, құба-құп болар еді. Мұнда мен де қолдар едім. Мен референдумды қолдаймын деп шығар едім. Ғашыр тілді өздеріңіз референдум деп ғашыр тілін айтып отырсыңдар. Көрдіңдер? Ол мәңгүрт тілі деген былай тұрсын, ол ғашыр тілі деген. Сол ғашыр тілін алып тастасаңыздар, халық кішкене болса да қолдар еді. Блогер деп айтылады. Таспашы дейді. Таспалап отырды бәрін. Таспашы дейді. Тілші дейді. Тілші деген ол емес. Тілші деген адам көзіне мынандай бірдеңе түсіп кетсе, соны бір ауылда тілші апаларымыз болатын, тілменен ауыртпайды, қақсатпайды, жыламайды, тілді тілменен сол қоқымды алып тастайтын адамды тілші дейді. Сондайларды, сондай нелердің барлығы құртылар еді. Президент, жағы, не дейді, Тоқаев пенен Путиннің екеуі кездескен кезде біздің жаңағы тілші сымақтар қалай сөйлейді? Референдум ба, не дейді? Ой, ана тілдерін көрсең, ғашыр тілімен сөйлейді. Ат пен есектің ортасынан пайда болған ғашыр деген мақұлықты мен сіздерге суреттеп кетейін. Ол ат сияқты денесі ірі болады екен. Бірақ құлағы қалқан. Есектің құлағы сияқты болады. Құйрығы, ана аттың құйрығы сияқты, құйрығы ұзын болады екен. Ал несіне дене бітіміне келсең, ол жаңағы біреу кішкентайлау да болып келуі мүмкін, или жағы тұяғы біт жапақ та болып келуі мүмкін екен. Ал енді оның сөзіне, тіліне келетін болса, жаңағы мақұлықтың, ол ат сияқты да кісінейді екен. Ол мүмкін ол есек сияқты да ақыру да мүмкін екен. Бұлай қарап тұрсаң, ірі денелі ат сияқты болып тұрады екен, бірақ ақыру да мүмкін екен. Көрдіңіз бе? Жалындары қысқа есектің жалындай болып келеді екен. Ана біздің мәңгүрттер сияқты сондай болып келеді екен. Мәңгүрттер қалай қайтеді? Бетеп оранатын да мәңгүрттер болады екен. Мұсылманмын деп арабтың киімін киіп алып, орысша сөйлейтіндер мәңгүрттер болады. Мәңгүрт қатындар болады. Кейбір қатындар бар ғой, бетеп орамал тартып алады, бетін әдемі қылып көрсетеді, бірақ тілі орысша. Мәне сол ғашыр қатын деген сол.
ғашыр. Ол не қылған? Есек пен аттың ортасынан пайда болған сондай қараш жеркенішті. Өзі киініп тұрады. Мұсылман тілі, ол арабтың киімі. Ана сүмелектің дене бітімі бәрі қазақтың қаны. Тілі орыстікі, киімі арабтікі. Орыстың тілі, арабтың киімі, денесі қазақтікі, қаны қазақтікі, сана сезімі араб құл. Не болып кетті? Егер сіздер, депутат мырзалар, сіздер осы ортадағы қазақ пенен орыстың ортасындағы ғашыр тілді алып тастауыңызды сұраймын. Кешегі референдумға сөзге ең соңында сондай заң шығарып тастаңдар. Болмаса бұл қазақ тілін, ана тілін, өзіңнің ақ сүт емген анаңды сендер қорлап отырсыңдар. Сіздерге ақ сүт берген ананың жазығы жоқ. Тілін үйреткен, дінін үйреткен ана тілдің жазығы жоқ. Сендер сол жазығы жоқ ана тілдің обалына қалып отырсыңдар. Мінекей, сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев Кеменұлы не орысша сөйлесін, не болмаса қазақша сөйлесін. Ортада ғашыр тілді алып тастаңдар. Теледидар ғашыр тілімен сөйлейді, имамдар ғашыр тілімен сөйлейді, милиция ғашыр тілімен сөйлейді. Сосын қандай? Теледидар ғашыр тілімен сөйлейді. Мінекей, осындай ғашыр тілдерді алып тастаңдар. Сол еді айтайын деген.